Құрметті ата-аналар, көрермендер және тыңдап отырған баршаңыз. Бүгінгі подкастымыздың мақсаты бала тәрбиесіндегі ең маңызды екі ортаның, яғни отбасы мен мектептің байланысын нығайту, бір-бірімізді жақсылап түсіну, ортақ мақсатқа бірге қадам жасау, сынып жетекші мен ата-ананың бірлігі, баланың болашағының берік тірегі. Сондықтан бүгін біз ашық әңгіме құрып, баланың даму тәртібі, қызығушылығы және бүгінгі мектеп өміріндегі маңызды мәселелерін туралы ой бөлісеміз. Бүгінгі әңгімеміз әр отбасы мен әр баланың игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. Қош келдіңіздер. Мектеп пен отбасының бірлігі. Қайырғалиевна, қош келдіңіз. Сізге қойылатын сұрақ: балаңыздың оқуына қолдауды қалай көрсетесіз? Біз ең алдымен балаға эмоциалдық қолдау білдіреміз. Үй тапсырмасын орындаған кезде ұзақ отырмаймыз. Жаңағы бағыт бағдар береміз де баланы қолдау үшін сен деген мықтысың, сенің қолыңнан келеді, сенім білдіруіміз қажет. Жақсы. Ата-ана мен мектеп жұмыс істегенде бала өзі қорғалғанын, онда деген бәрінде қолдау бар екенін бала сезіну қажет. Бастауыш жастағы балалардың басты ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Эмоцияға берік, көбіне олардың өте бақытты балалар, жаңаша нәрселерді тез қабылдайды. Жұмсақ және қарым-қатынаста немесе жаңағы мақтау оларға көп мотивация бола алады. Сынып жетекші, екінші тәлімгері, екеуі біріккен кезде ғана бала өз жолынан басады, өз мүмкіндігін толық аша алады деген екен. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі подкастымыздың екінші тақырыбы тәртіп пен жауапкершілік тақырыбы. Абдинұрдың анасы, қош келдіңіз. Жаңысы Максим қызы, сізге сұрақ: экран уақыты оқу үлгеріміне әсер ете ме оқушыларға? Әрине әсер етеді. Егер бала таңертең оқитын болса, сабаққа шаршап, өзінің зейіні төмендеп, сабаққа шаршап, сабақ үстінде ұйықтап отыруы мүмкін. Сол себепті жалпы сынып ата-аналары ретінде баланың сабағына экран уақытын қадағалаған дұрыс деп ойлаймын. Жақсы. Үйде баланың жауапкершілігін өзіне жас ерекшелігіне сәйкес тапсырмалар беру арқылы жауапкершілігін арттыруға болады деп айта аламын. Ол мысалға екінші жастарды алатын болса, өзінің құрал-жабдықтарын түгендеу, үйде ұйқыдан тұрған кезде кішкене көрпелерін жинап кету, мысалға бірін есер апарып таста, алып кел деп жайлап өзінің жауапкершіліктерін арттыруға болады деп ойлаймын. Бұл бүгінгі түсірілген подкастымыз өзара түсіністік пен қолдаудың маңыздылығын көрсетеді. Біз бүгін сіздермен бірге баламыздың дамуы, тәрбиесі және болашағы үшін жасалған ортақ еңбектің мәнін бөлісеміз. Бала үшін ең үлкен сыйлық махаббат, тәрбие және ынтымақ. Ал ынтымаққа басталған әр қадам ертеңгі жарқын күннің кепілі. Бала болашағы үшін бірге болайық. Бір бағыт, бір мақсат, бір тәрбие.